Соңғы кезде күйеуімді жиі еске алатын болдым. Қайтейін, ол енді менің күйеуім емес. Айтпақшы ол кімге кетті екен? Не қылған немене? Несі артып бара жатыр екен соншама? Бұл туралы ойланбаған екенмін-ау. Ойламаймын да. Баяғы құрып кеткір жалған намыс жібермейді. Балконда жатқан ескі фотоальбомдарды толы картон коробка ішке кіргіздім. Самат екеуміздің жас кезімізде түскен суреттерді көрейін деп біреуін қолға алдым. Қандай әдемі болғанбыз деп таң қалып қарап отырмын. Мынау біздің үйлену тойымыз, ал мынау тұңғыш баламыз туғаннан кейінгі сурет. Мына суретті Самат ұлын қолына алып түсіпті. Мына суретте қызын құшақтап отыр, ал мына суретте мені рахаттана құшақтап тұр. Дәл осы жерде мені күні бүгінге дейін қоршап келген кірпіші, менмендік пен тәкаппарлықтан қаланған қамалымның қабырғасы құлап түсті. Бойымды буған долылық, ішімді кернеген ыза көзімнен жас боп төгілді. Альбомнан еденге шашылып түскен суреттердің үстіне етбетке құладым. Дауыстап жылап жатырмын. Жұбататын, басу айтатын адам жоқ. Шоқ, саған сол керек. Сонша жыл отасқанда оның үсті басына немқұрай қараппын. Артық ауыз ақшаны төркініме асырып жіберетін жымысқылығым тағы бар. Ол аздай, жан дүниемі жақындатпаппын. Осының бәріне ол қалай шыдап келген? Күйеуімнің сөмкесіне сыймай қалған, тұмсығы мұжылған жұмсақ тәпішкесін, бір-екі сырт киімін, охота журналын ұқыптап сақтап қойдым. Бұрын күйеуімнің өзімен әрең сөйлесуші едім. Енді оның қалаған затымен сөйлесетін болдым. Жұмыстан келгенде тәпішкесіне сәлем деп үй жинап жүріп, сағындың ба деп сұрап қоямын. Кейде есі дұрыс емес адам сияқты кеудеме қысып, мен де қатты сағындым деймін. Түн болса кең төсегіме жатамын, сап-салқын. Неше түрлі ойлар жан-жағымнан қаумалап алады. Ұйқы жоқ. Күйеуімнің ыстық демін, тәнінің жылуын сезінгім келеді. Өзіңнен басқа адам жоқтай, жалпайып жатып алыпсың ғой, тарт аяғыңды. Зілде қолыңды маған артпа, онсыз да ыстап жатырмын деуші едім. Енді міне, созған қолым жетімсіреп қалған салқын жастықты ғана сипалайды. Әр күнім, әр сағатым жанымды жеумен өтетін болды. Тәкаппарлығым, өзімшілдігім, оған деген селқостығым, күйеуім шаршап келгенде күлімсіреп қарсы алғаным үшін өзімді жазғырамын. Лайықты көңіл бөлмедім деп өкінемін. Өз дегенім болмаса, райымнан қайтпадым. Оған көңіл бөліп, мейір салмадым. Үйдің затындай көрдім. Несін айтайын, жетіп жатыр. Сауап болды. Күйеуімнің қадіріне жетпесең, ендігі көрген күнің осы. Жылдар бойы сен деп қорғап, қоршап, отбасын берекеге толтырам деп жұмыс істеп келген адамды бағалай білмедің. Сезімін ескермедің. Енді жалғыз жарым жүріп қартаясың. Осының бәрін балаларыңа айт, төркініңе түсіндір. Осындай кезде өзімді ең сорлы, ең бақытсыз әйел деп сезіндім. Менің жалғыздығыма 2 ай, 9 күн, 8 сағат толғанда біреу қоңырау соқты. Ешкімді көргім де сөйлескім де келмейді. Шалқамнан жатырмын. Қайта-қайта босқан қоңырауына жауап болмаған соң, әлгі неме құлыпқа кілт салып бұрай бастады. Құдай сақтай көр, ұры! Атып тұрып қолыма оқтау алып, дұшпанды бастан салып жіберге дайындалдым. Есік ашылып, табалдырықтың арғы жағынан күйеуім. Жоқ, Самат көрінді. Қолымда оқтау. Оқталған күйде тұрмын. Қатып қалыппын. Қозғала алмаймын. Мен үшін соншама қадірі өткен адамның жүзіне тесіле қараймын. 20 жыл отасқанда бағалай алмаған бақытым. Сен үйден кеткен 2 айда өкініш пен уайым менің көзімді ашты. Көп нәрсенің байыбына енді жеттім. Кешірім сұрап, оның аяғын құшақтауға сәл жетпей қалды. Қап-қара болып кеткен өңі шаршаңқы, жүдеу. Қартайыңқырап қалған ба, аяп кеттім. Көзімнің қиығымен, жидесінің жағасымен жеңінің кірін байқадым. Шалбары дақ-дақ, бәтеңкесі лас. Бәрі түк емес. Менің жүрегімді
Оның жетімсіреген көзі, жалынышты көзқарасы тіліп түсті. Табалдырықтан аттап, орындыққа отыра кетті. Балаларым үшін мені кешір. Сенсіз өмір сүре алмайды екем. Мен үшін ешкім сендей бола алмайды екен. Не деп ұрсасың? Не деп ұрссаң да сенікі жөн. Тек ендігі жерде бірге тұрсақ болды деп үздік создық сөзін айтты. Мен үндеген жоқпын. Тек оған қарап сәл тұрдым да, 2 айдан бері сырласыма айналған тәпішкесін әкеліп қасына қойдым. Одан кейін ас қамына кірістім. Тезірек тамақ пісірейін. Балаларым да, туысым да, тіпті сырлас құрбым да жоғалтып барып, тапқан байлығым мен берекемді байқадым. Өмірінің осы белесі аяқ астынан әйелдік болмысының осалдығын әшкере етіп, сезімімді сергіденге салды. Бірде бұлттай түнертті, бірде жауынан кейінгі шыққан күндей жарқыратты. Бірақ бұл туралы екеумізден басқа ешкім білген жоқ. Жақын адамымның, жан жарымның өзімнен кеткенде ғана қадіріне кеш жеттім. Бірақ сол уақыт аралығына да шүкір айттым. Есесіне енді оның қадіріне жетемін. Осыны естіп отқан құрметті әйелдер қауымы және де ерлер қауымы, қасыңыздағы өмірлік серігіңізді, жақсы көретін адамыңыздың қадіріне жете жүріңіздер. Бұл өмір тым қысқа. Назарларыңызға рахмет. Өз ой пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.